Полиция қызметкерінің басты мақсаты ол заңдылықтың қатаң сақталуын қадағалау және қылмыстың алдын алу. Өйткені тәртіп үшін заңдылықтан асқан мәртебелі еш нәрсе жоқ. Осы орайда полиция қызметкеріне қойылатын басты шарт ол адамгершілік, адалдық және кәсібилік. Армағайын, эфирде сақшымен сырласу хабары, ал бүгін біздің сауалымызға жауап беру үшін келген арнайы қонағымыз Атырау облысы полиция департаменті Құрманғазы аудандық полиция бөлімінің бастығы, полиция полковнигі, ішкі істер органдарының үздігі, көп балалы әке, сүйікті жар Тұрғали Тұрғанбайұлы Жұмашев. Студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз. Алғашқы сұрағымды қойсам сізге. Осы ішкі істер органында қызмет атқарғаныңызға биыл 23 жыл толады. Осы жылдардан алған ең үлкен тәжірибеңізбен бөлісесіз бе? Енді сұрағыңызға рахмет. 23 жылда мен ең бастысы жұмыс қызмет барысында алған тәжірибем бұл енді жауапкершілік. Енді халықпен жұмыс жасағасын, тығыз байланыста жұмыс жасағасын жерде жауапкершілік мол болу керек. Енді алғашқы келген кезімізде енді былай қарағанда 18 жасымызда келдік. Жас баламыз, ешқандай тәжірибе жоқ. Ал берген тәлімгерлеріміздің ең бастысы тәрбиесі, жұмысқа уақытылы келу, халықпен дұрыс сөйлесу, жауапкершілікпен қарау істерімізге. Осындай тәжірибе жинадым деп айтам. Қазіргі таңда осы тәжірибемді қолданып отырмын. Жеке құрам қазір осы жауапкершілікке үйретеміз. Әрине, әр адам өзіне қажеттіні осы өмірде таңдауға өзінің құқығы бар. Ондай құқықтан ешкім айырылмаған әрине. Егер осы 23 жыл бұрынғы Тұрғалиға оралсақ, егер полиция болмаған жағдайда, сіз қандай мамандықты таңдар едіңіз? Өзіңізді қай салада елестетесіз? Қай салада елестеткенде мен бұл полицияға келем деген ойым былай қарағанда 11 оқыған шейін болған жоқ. Мен әкем Емба мұнай-газ саласында жұмыс жасаған, техника гаражының бастығы болған. Менде сол мұнай саласына деп ойладыңыз? Әкенің жолын қуып, жоқ, механик болам деп ойладым. Механик болып, автокөлік саласында жұмыс жасайым деген ойым болды. Расында да. Алғаш форма киген күніңіз еске түсірсек, дәл күнімен? Дәл күнімен енді ең алғашқы форма енді курсанттық форма 1998 жылы Павлодар заң колледжіне түсіп, курсанттық форма кидік. Ол кезде енді қасымда осы еліміздің әр түкпірінен жиналған балдарымыз, 16 жастағы бәріміз бірге 2 жыл қатарласып оқып, 2000 жылы алғашқы лейтенант шенін таққан кезімізде айтатын болсақ, енді ол жерде салтанатты ресми түрде бәрімізге лейтенант шен министрдің бұйрығымен бергенде өте қатты қуандық. Күні? Нақты күні? 2000 жылы шілде айы 17-сі ма, 18-сі ма, қазір есімде жоқ. Шілде айы. Ал осы күні сізбен бірге шен алған Төрехан есімді досыңыз есіңізде бар ма? Төрехан досым, мен енді қазір тығыз байланыстамыз. Әлі де қазіргі мына заманауи дамығанына байланысты ұялы телефонмен, видеоконференциямен сөйлесіп тұрамыз. Семьямызбен. Соңғы рет қашан сөйлестіңіздер Төреханмен? Соңғы рет осы Төреханның туған күні болған. Сол кезде видеозвонокпен соғып, туған күнімен құттықтап. Біз осы сіздің бірге оқыған курстас досыңызбен әңгімелескенбіз. Сіз туралы ойын сұрағанбыз, ол кісі аудио жазба арқылы жеткізген, соны қазір тыңдасақ. Баршаңызға қайырлы күн. Келе жатқан Қазақстан полициясы кәсіби мерекеміз құтты болсын. Что я могу сказать о своем близком однокурснике Жумашеве Тургали? В 1998 году он с Атырауской области, я с города Алматы. Мы поступили в Павлодарский юридический колледж Министерства внутренних дел Республики Казахстан. С первых дней мы как-то друг друга стали понимать тесно, стали общаться, поддерживать друг друга. Все-таки в мужском коллективе, в казарме не найти себе соратника было бы сложно, поэтому наше
дружба, взаимопонимание облегчили нам учебу в юридическом колледже, вот, который мы с успехом закончили. Он отличный отец, хороший семьянин. Я думаю, образцовый мужчина, образцовый офицер полиции, достойный сотрудник органов внутренних дел. Вот так могу вкратце охарактеризовать своего однокурсника. Әрине, біз неге сіздің курстасыңызбен сұхбат жүргіздік? Өйткені адамды жақын танығыңыз келсе, оның қасындағы достарына көңіл аударыңыз дейді. Төреханнан сіз туралы алған мінездемеміз Төрехан Бейсенбайұлы бүгінде Алматы қаласы полиция департаменті штаб басқармасының бастығы. Біз бұл сұхбатты неге алдық? Өйткені осы хабарда, осы сұхбатта біз сізді қандай тұлға екендігіңізді көрсеткіміз келген. Осы орайда сізбен бірге осы саланы бірге бастаған сіздің досыңыздан сұхбат алған болатынбыз. Сіз туралы айтқан осындай мінездемесін естіп, осы біздің Атыраудағы полиция департаментінде осындай қызметкердің барына өзімізді риза болып отырмыз. Рахмет, Төреханның дауысын естіп қуанып қалып отырмын. Полиция қызметкерлерін бейбіт күннің батырлары деп атаймыз. Біздің Атырау өңірінде де осы қоғамдағы тәртіпті сақтау жолында өмірін қиған, жанқиярлықпен өмірден озған қызметкерлер де бар. Өзіңіздің есіңізде осы 23 жылға таяу атқарған қызметіңізде есіңізде қалған осындай оқиғалар бар ма? Енді жалпы мен өзім қызмет барысында осындай екі қайғылы оқиға көз жеткіздім. Біріншісіне келетін болсақ, Нұрберген Өтемесов жол патрульдік полиция инспекторын қағып кеткен жағдай болды. Сол кезде мысалы кешке біз ол кезде мен қалалық басқармада жасаймын. Кешке енді біз үйімізге барамыз, олар түнмен қызмет атқарады. Таңертең келгенде осындай қайғылы оқиға болғанын естідік. Екіншісі мына осыдан енді бір 2-3 жыл бұрын тұрысында Ақымғалиев Шалқар ініміз жол патрульдік полиция инспекторы суға батып кеткен, құтқарам деп, әйел адамды құтқарам деп өзінің өмірін қиды. Сол кезде кезекші бөлімнен хабарлама түскен кезде оқиға орнына барып бізде енді өте қиын жағдай, өте сөзбен енді мен сізге айта алмаймын, ол қандай ол жерде ситуацияда болған жағдайды. Бана біздің қызметкеріміз сол азаматшаны көмектесем деп өзінің өмірін қиып, былай қарағанда өзінің есімін біздің полиция органдарының қызметіне алтын әріппен енгізіп кетті, батырлығын. Енді сіздің отбасыңызға тоқталсақ. Отбасында сіз үшін маңызды нәрсе не? Ең құнды нәрсе отбасындағы сіз үшін? Отбасыда енді ең бірінші мәселе ерлі зайыптың бір-бірін түсіну, бір-бірін қолдауы. Денсаулық, балалардың амандығы. Енді өзім жалпы 2002 жылы жанұя құрдым. Менің де жолдасым полиция қызметкері, қазіргі уақытта зейнеткері, 18-19 жылдай жуық қызмет атқарды. Қазір енді балдар тәрбиелеп отыр. Отбасымызда 5 баламыз бар. Үлкені 18-де, кішіміз 8 айлық. Жоғарда отбасыңызда 18, тұңғышым 18-де деп айтып қалдыңыз сұхбат барысында. Енді осы балаларыңызда сіз сияқты полиция қызметін таңдаймын десе, сіздің пікіріңіз қандай болады? Әрине, бұл жерде сіз жауап беруіңіз мүмкін, олардың таңдауына араласпаймын, еркіндік беремін деген сияқты. Бұл жерде бұл мақсатта емес, сіздің жеке әке ретіндегі ойыңыз. Сіз менің ойымды біліп қойдыңыз ғой. Енді үлкенім 18-де қыз бала, қазіргі кезде Атырау мұнай университетінің 2-ші курс студенті, геодезия, картография факультетінде оқып отыр. Жалпы енді өздері сіз айтқандай полицияға барам, жұмыс жасайым, қызмет өткерем, әке сіздің жолыңызды қуамын десе қарсылық білдірмеймін.
ал басқа сала таңдаймын десе оған да қолдаймын. Бұл орайда енді сіздің әке ретіндегі пікіріңізді сұрағанмын. Мүмкін мысалы сіз ұлдарыңызға екі қолдап, қос қолдап келісетін боларсыз. Дегенмен мүмкін қызыңызға келгенде мүмкін әкелік өзіңіздің іштей қарсылығыңыз болатын болар. Осы мақсатта жауап берсеңіз. Әке ретінде ұлдарым жалпы мен жолымды қуам, полиция қызметкері болам десе, қарсылық білдірмеймін. Тіпті қолдаймын. Ал қыздарыма келетін болсам, енді оларды мен қамқорлау керекпін. Сондықтан осы полиция органына жұмысқа тұруына әке ретінде іштей қарсымын. Тұрғали Тұрғанбайұлы, бүгінгі біздің сұхбатымыз еркін форматта өтті. Және де алда келе жатырған Қазақстан Республикасы полициясының кәсіби мерекесі қарсаңында түсіріліп отыр. Енді осы мереке қарсаңында әріптестеріңізді бір ауыз жылы лебізіңізді білдіріп құттықтап жіберсеңіз. Әрине, кәсіби мереке әр салада да асыға күтеді қызметкерлері. Бұл енді полиция қызметкерлердің, тек қана полиция қызметкерлерінің мерекесі емес, бұл салада жасаған зейнеткерлердің де мерекесі. Осы полиция күні қарсаңында сіздерге тілейтінім зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, қызметтеріңізге сәттілік пен жетістік. Құрметті көрермен, бүгін бізде эфирге келіп, алтын уақытын бөліп сұхбат берген полиция полковнигі, Құрманғазы аудандық полиция бөлімінің бастығы, ішкі істер органының үздігі Тұрғали Тұрғанбайұлы Жұмашев болатын. Сақшымен сырласу бағдарламасында келесі жүздескенше сау болыңыздар.